لأن الناس كلهم جميعا يجب أن يكون دينهم الإسلام، فإذا كان يجب أن يكون دينه الإسلام فإنه يلزم من ذلك أنه يجب أن يتعلموا لغة الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Мұғалім мен студенттердің арасындағы диалог. Мұғалім айтады: "Мән фатаха бабал фасли?" Кластың есігін кім ашты дейді. Фатаха бұл бізде етістік. Әл-фи'л бізде етістік деп айтылады. Әл-фи'л мади бұл етістік, өткен шақтағы етістік. Кейін әрбір етістіктің істеушісі болады. Мысалы, отырған болса, ол отыру деген іс-әрекетті атқарып жатқан бір нәрсе, ол адам болсын немесе басқа нәрсе болсын болады. Кез келген етістіктің. Сондықтан етістік бізде араб тілінде әл-фи'л деп айтылса, оны істеушісі, істеуші. Кез келген бізде бір әрекет істеушісі болады, оны араб тілінде фа'ил деп айтады. Фа'илун, яғни істеуші. Ал егер бізде істелініп жатқан бір нәрсе болатын болса, істелінген, мысалға, сабақты тыңдадым десе біреу, ол тыңдап жатқан өзі іс-әрекетті істеушісі, ол іс-әрекет ол жерде тыңдау, ал сабақ дейтін бұл жерде істелінген нәрсе немесе тыңдалынған нәрсе. Істелінген нәрсені араб тілінде не деп айтады? Маф'улун бихи деп айтады. Яғни бұл істелінген нәрсе. Бізде бүгін талқылайтын тақырып әл-фи'л, әл-фа'ил және маф'улун бихи. Істеуші және істелінген нәрсе. Хамид айтады: "Ана фатахтуху" дейді. Мен оны аштым дейді. Фатахту, мен аштым. Ху бұл жерде есікті айтып жатыр. Бұл жердегі ха не нәрсеге қайтады? Бабке қайтады. Мен оны аштым дейді. Мударрис айтады: "Уаман фатахан навафиза." Навафиз бұл терезелер. Али айтады: "Ана фатахтуха" дейді. Біздер бірінші томда өткендей, ақылсыз түрде болған, көпшілікте болған зат болса, қаламдар, терезелер, кітаптар, бұларға женский род қолданылады. Мысалға, бұл кітаптар деп айтатын болсақ, хазихи кутубун болады, немесе хазихи навафиз. Бұл терезелер. Сондықтан бұл жерде ана фатахтуха дейді Али. Мен оны аштым дейді. Осы жердегі алха бұл не болады? Бұл навафизге қайтады. Ана фатахтуха, яғни мен оны аштым дейді. Яғни ана фатахту навафиза деген сияқты. Мударрис айтады: "Ман касара хазал мактаба." Бұл үстелді кім сындырды дейді. Анта касартаху я Хашим. Сен оны сындырдың ба, ей Хашим дейді. Касарта, бұл жерде касара етістік, та бұл жерде яғни есікті істеушісі болады. Яғни сен, бұл жердегі алха бұл мактапқа қайтады. Сен оны сындырдың ба дейді. Хашим айтады: "Ла" дейді. "Инни" арасында мен ма касартуху дейді. Біздер мәні өттік. Бұл отрицание, яғни бір нәрсені теріске шығару. Ма касартуху дейді. Мен оны сындырмадым дейді. Мударрис айтады: "Араджа Закария ва Хамзату ва Усману мин Макката." Закария, Хамза, Усман Меккеден қайтып оралды ма дейді. Хамид айтады: "Ла ма раджау" дейді. Олар қайтып оралмады дейді. Осы жердегі әл-вау, бұны араб тілінде вау жамаа деп айтылады. Бұл осы Закария, Хамза және Усманға қайтады. Яғни олар қайтып оралмады. Аббас айтады: "Я устазу, хараджат туллабул джудуду ва захабу илал мудир." Жаңа студенттер шығып кетті, және ва деген және захабу илал мудири, және олар директорге кетті. Мударрис айтады: "Афахимта дарса я Талхату." Сабақты түсіндің бе, ей Талха? Фахимта деген сен түсіндің бе? Талха айтады: "Наам фахимтуху джайидан." Оны жақсы түсіндім дейді. Осы жерде алха бұл не болады? Бұл дәрс болады. Мударрис айтады: "Акатаптал аджуибата я Файсалу." Аджуиба бұл жауаптар болады. Файсал айтады: "Ла ма катаптуха." Жоқ, мен оларды жазбадым дейді. Осы жерде алха бұлда не болады? Бұлда аджуибаға қайтады. Және ол женский род құрамында болғасын катаптуха болады. Мударрис айтады: "Лимаза?" Не үшін жазбадым? Файсал айтады: "Ли аннани", расында мен
ма фахимтул асилата. Жауапты не үшін жазбаған? Себебі мен түсінбедім әл-асилата, сұрақтарды. Әл-асила бұл сұрақтар. Мұдаррис айтады: ахафизта суратал фаджр я Ибрахим. Ей Ибрахим, фаджр сүресін жаттадың ба дейді. Ибрахим айтады: наам хафизтуха, иә мен оны жаттадым. Ва хафизту сурата тини айдан, және жаттадым тин сүресін айдан, және оны да дейді. Орыс тілінде тоже деп айтылады. Сабақта қозғалған фаил және мафулун бихи деген мәселені талдап көрейік. Біріншіден манаған қайтадан талдап кетейік. Фаил дегеніміз не, және мафулун бихи дегеніміз не? Фаил дегеніміз анықтамасы міне жазылып тұр. Исмун марфу дейді. Яғни ол марфу болған есім. Марфу деген бізде доммалы болады. Қаблаху фи'л дейді. Одан бұрын міндетті түрде не келеді? Етістік келеді. Ва хуаллази фа'алал фи'л дейді. Ол сондай-ақ, это который, ол сондай-ақ фи'лді атқарып жатқан нәрсе дейді. Маф'улун бихи дегеніміз исмун мансуб. Ол исмун мансуб, яғни фатхалы болатын есім. Вақа алейхи фи'лул фа'или. Істеушінің етістігі, яғни бір іс-әрекет оған түседі дейді. Вақа деген түсу. Әрине мысалдармен көрейік. Әл-әмсила, мысалдар не деп жатыр? Міне. Қара ат-талибул Құр'ана. Студент Құранды оқыды. Осы жерде қара бұл оқу, ат-талиб бұл фа'ил, исмун марфу дедік, яғни ол доммалы болады бауырлар, ұмытпаймыз, ол доммалы болады. Ал-Құр'ана бұл маф'улун бихи, яғни оқылып жатырылған, істелініп жатырылған нәрсе. Сондықтан ол исмун мансуб, яғни фатхалы болады. Акала Усаматул айнаба. Усама, айнаб деген бізде жүзім. Усама жүзімді жеді. Осы жерде акала бұл фи'ил, Усама бұл фа'ил, мана айттық исмун марфу болады дедік, яғни доммалы болады. Ал маф'улун бихи, яғни желініп жатқан нәрсе бұл айнаб, жүзім. Сондықтан ол исм мансуб, яғни фатхалы болады. Ұмытпаймыз осыны. Касарат тифлул қалама. Бала қаламды сындырды. Осы жерде касара бұл фи'ил, яғни іс-әрекет. Тифл бұл фа'ил болады. Фа'ил болған үшін доммалы болады. Ал қалам деген бізде не болады? Фатхалы болады, ол маф'улун бихи. Бала сындырды. Сындырылып жатырған нәрсе бізде ол қалам. Міне мен жерде берілген. Дарабал мударрису талиба. Мұғалім баланы, студентті ұрды дейді. Осы жерде дараба фи'ил, мударрис бұл фа'ил, сол үшін доммалы болды. Одан кейін ат-талиб бұл бізде фатхалы, себебі не үшін? Ол маф'улун бихи, яғни істелініп жатырған нәрсе. Ғасалат аминату сауба. Амина киімді жуды дейді. Осы жерде ғасалат деген бұл фи'ил болады. Ал тәсі болатын болса, ол тәнис дейді, яғни женский родтың тәсі. Ол фа'ил деп айтылмайды бауырлар. Амина бұл жерде фа'ил болады, ас-сауб маф'улун бихи болады, яғни амина жуды, жуу деген іс-әрекетті атқарушысы амина, және жуылған нәрсе бізде ас-сауб киім. Сол себепті ол маф'улун бихи болды, және ол фатхалы болады. Кейін фа'илдің түрі біздерде ашық, анық есім болуы мүмкін. Мысалға манаға дарабал мударрису талиба деген сияқты. Ал-мударрис бұл жерде ашық, анық есім. Кейбір уақыттарда кейбір әріптер болуы мүмкін. Мысалы, айтатын болсақ, егер катаб тул уаджиба деп, сабақты жаздым. Осы жерде бұл ту деген нәрсе не ол? Бұл фа'ил болады. Асылы бұл жерде не болған? Катаба деген глагол, етістік, анамен қосылған. Ол кезде біздер өткен тақырыптарда не болады? Ту болады. Яғни катаба ана деп айтылмайды, катаб ту болады. Сол үшін бұл жерде ту не болады? Фа'илі болады. Яғни жазу деген процесі, іс-әрекетті атқарушы. Мен жаздым тапсырманы деп жатыр. Ал-уаджиб бұл жерде маф'улун бихи болады. Бұл жерде атта міне жазылып тұр, фа'ил болады. Сол сияқты катабу десе, яғни олар жазды. Осы жерде ал-вау, міне мынау ал-вау, бұл араб тілінде вау жамаа деп айтылады. Олар жазды. Түсінікті ма? Біз мана айтып кеткендей, фа'ил деген нәрсе бұл етістіктен кейін келеді. Міне катаба деген етістік келді глагол, одан кейін ал-вау келді. Бұл, яғни ер адамдар деген. Осы жерде вау жамаа фа'ил болады.
Немесе захабна десе, бұл захабна деген манаға айтқанымыздай, захаба деген етістікпен хунна деген дамайыр қосылған. Сол кезде қалай болады? Захабна болады. Осы жердегі нун, нуну нисуа. Осы нуну нисуа бұл нун фаил болады. Осыны ұмытпаймыз. Кейін мана біз айттық, фаил деген нәрсе ол глаголдан кейін келеді, глаголдан бұрын келмейді. Немесе екі фаил бір уақытта келмейді, тек қана бір фаил болады. Яғни бір іс әрекетті істеуші тек қана бір нәрсе болады. Мысалға, ол егер глагол жекеше түрде басталса, бірақ главный фаилі болса болды. Мысалға, шарибал ауладул қахуата дейді. Шариба деген бұл жерде не? Глагол. Ішу деген, я? Ал аулад бұл жерде фаил болады. Ал қахуа бұл жерде мафулун бихи. Балдар ішті, нені ішті? Ішілген нәрсе бұл жерде қахуа. Бұл мафулун бихи деп айтылады. Ал егер ал-ауладты шығарып жіберетін болсақ алдыға, ал-ауладу дейміз, бұл бірінші есім. Бұл бірінші сөйлем тек қана, бірінші сөз. Кейін шарибу ал-қахуата деген кезде манағыдай шарибал қахуата деп айтуға болмайды. Неге? Себебі біз айттық, фаил деген нәрсе, яғни етістікті істеуші, ол етістіктен кейін келеді. Мына жермен шариба деген келді, одан кейін аулад келді, фаил келді. Бұл түсінікті. Біз етістіктен кейінгі мәселеге қараймыз. Бұл жерде аулад деп сөйлем басталды, бұған қарамаймыз біз. Біз қараймыз етістіктен кейінгі нәрсеге. Олар ішті деген кезде мынау ал-вау, бұл ваул жама, яғни көпшілік балдар осы ауладқа қайтады. Демек біздер не деп айтамыз? Шарибу деп айтамыз. Шариба деп айтпаймыз. Шарибу ал-қахуата. Осы жерде ал-вау бұл фаил болады. Бізде фаил аулад болмайды. Ауладқа қайтады сөзсіз, бірақ фаилі не деп сұраса, сіз не деп айтасыз? Ваул жамаа деп айтасыз. Түсінікті ма? Қахуа мафулун бихи. Жаңа біздер айтып кеткен мәселе осы жерде тұр. Міне самиан насу ал-азана деген бізде міне глагол кетті. Одан кейін фаилі келді. Ан-насу, одан кейін мафулун бихи. Адамдар естіді, азанды дейді. Естіліп жатқан нәрсе азан. Ал егер керісінше айтсақ, жоқ, егер ан-насты алдыға шығаратын болсақ, ан-насу деп, ол кезде самиу деп айтамыз. Мынау өзі бөлек сөз, ан-нас деген бір сөйлем, бірақ бөлек сөз болады. Мынау өзі бұған қарамаймыз. Самиу деген кезде бұна ал-вау, бұл не болады бізде? Ан-насқа қайтады, және ол фаилі болады. Немесе қаталати талибул хайята, міне студент қыздар жыланды өлтірді. Бұл жерде міне глагол кетті, қатала деген. Одан кейін мынау ат-талибат бұл фаилі болады. Я ал-хайя мафулун бихи болады, яғни өлтірілген нәрсе, және ол фатхалы болады, ұмытпаймыз. Ал егер ат-талибатты алдына шығаратын болсақ, ат-талибату, бұл сөзге қарамаймыз енді. Келесі бізге етістік келді міне. Қатална. Осы жерде нуну нисуа бұл фаилі болады. Түсінікті ме бауырлар? Біз мына талибатқа қарамаймыз. Я, ол сөзсіз талибаға қайтады, бірақ бұл жердегі фаилі нуну нисуа болады. Мана біз айтып кеткен қағида бойынша. Және бізде манаға айтқандай фаил деген нәрсе анық есім болып келуі мүмкін. Дарабал мударрису талиба деген сияқты. Сол сияқты дараба ат-талиба деп айтсақ та болады. Түсінікті ма? Сол сияқты мафулун бихи да анық есім болуы мүмкін, анық есім болмауы да мүмкін. Ол дамир болуы мүмкін. Мысалға, қара ат-туллабу дарса дейді міне. Студенттер сабақты оқыды. Қара бұл фиил, туллаб фаилі, ад-дарса мафулун бихи. Түсінікті ма? Уа дейді, және дейді, фахимуху дейді. Олар түсінді дейді. Мына жердегі ал-вау фаил болады. Мынау ал-ха не болады? Мафулун бихи болады. Бұл ал-ха неге қайтып тұр? Дарсқа қайтып тұр. Бізде дарс деген хуа ғой. Хуа мен басқа нәрсе қосылған кезде біздер өткен қағида бойынша ол ал-ха болып қалады. Түсінікті ма? Немесе міне дарабал ауладул хайята, балалар жыланды ұрды. Уа және қаталу, мына жерде ал-вау фаил болады. Ал-ха бұл хайя қайтады. Ол себебі хия. Қаталуха дейді. Осы жерде ал-ха бұл мафулун бихи болады. Сол сияқты мана бізде текстте келген бойынша мән фатахал баба, есікті кім ашты? Ана, міне мен фатахтуху дейді. Осы жерде ху бұл не? Ал-баб. Бұл жердегі ту бұл не болады? Фаилі болады. Немесе мән фатахан нафизата, терезені кім ашты? Ана фатахту ан-нафизата деп айтып керек емес, тек қана мынау бізде хия болады, себебі көпше түрдегі ақылсыз нәрсе. Сосын фатахтуха болады, ал-ха болады. Фатахтуху болмайды, себебі бұл женский род.
түсінікті ма? Сондықтан бұл жердегі ту фаилі алха не болады? Мафулун бихи болады. Тапсырмалар. Бірінші тапсырма әжиб анил әсилатил атия. Келесі сұрақтарға жауап бер деген. Бұны текстке қарап жауап бересіздер. Біріншісі айна захабат туллабу жудуду. Жаңа студент балдар қайда кетті? Екіншісі афахима талхату дарсаф. Талха дәрісті түсінді ме деп сұрап жатыр. Сіз соған жауап бересіз. Айя суратин хафиза Ибрахим. Ибрахим қай сүрені жаттады? Одан кейін төртінші сұрақ ман фатаха науафиза. Терезелерді кім ашты? Осыған жауап бересіздер өздеріңіз. Екінші тапсырма да хазил аламата сах, яғни мына жердегі дұрыс галочканы қой деп жатыр, және дұрыс емес мына x-ті қой деп жатыр, дұрыс емес сөйлемдердің алда. Яғни бұл да текстке байланысты. Мысалы фатаха алиюн аль-фасла деп тұр. Класты ашқан Али деп жатыр. Егер текстте солай келген болса, бұл жерге галочка қоясыздар немесе қате қоясыздар. Бұл өздеріңіз текстке қарап. Үшінші тапсырма тамал амсилатал атия дейді. Келесі мысалдарды ойлан деген, яғни бұны қарап ойланасыздар. Мысалы ал-Құрану қара ат-талибул Құр'ана деген кезде бұл жерде ал-Құр'ан мафулун бихи болады, ат-талиб бұл фаилі болады. Немесе ад-дарс деген сөз түрміне катаба ал-мударрису дарса, катаба бұл фаил, ал-мударрису бұл фаил, және ол доммалы болады. Қағида бойынша ад-дарс бұл мафулун бихи ол фатхалы болады. Осы жерде міне мана біз талқылағандай жазып кеткен. Төртінші тапсырма аййинил фаиля вал маф'уля бихи фил жумалил атия. Келесі сөйлемдерде фаил мен маф'улун бихиді анықта деген. Ба хаттан вахидан тахтал фаил, бір сызықты сыз фаилдің астына, ва хаттайни тахтал маф'улун бихи дейді. Және екі сызықсыз маф'улун бихидің астына, және олардың ақырғы харакаттарын дұрыстап қой дейді. Мысалға екеуін орындап көрейік. Міне касара деген бұл фаил, ат-тифлу ал-қалама дейді. Бұл бізде фаил, және оған домма қоямыз. Және ал-қалам бізде маф'улун бихи, оған фатха қоямыз. Және бізде фаил, тифл фаил, оған бір сызық, қалам бізде маф'улун бихи, оған екі сызық қоямыз. Осылай өздеріңіз орындайсыздар. Бесінші тапсырмада акмилу жумалил атия би калиматил мунасиба вадбидха бишакл дейді. Бұл жерде бос орындар берілген, соған өзіңіз білетін сөздерді қоясыздар. Текстке қарап та болады. Мысалы, бірінші ман фатаха дейді. Кім ашты дейді. Бұл жерде бізге маф'улун бихи керек. Ман фатаха, мысалға, мана текстегідей ман фатаха баба ал-фасли. Кластың есігін кім ашты? Түсінді ма? Осы жерде баба бізде маф'улун бихи. Ғасалат ухти, менің әпкем немесе қарындасым жуды ас-сауба. Осылай өздеріңіз білетін сөздерді қоя бересіздер. Алтыншы тапсырмада ижал кулла минал калиматил атия маф'улун бихи вадбит ахираха дейді. Бұл жерде сөздер берілген Құран, осы маф'улун бихи кластар. Мысалға қараа ат-талибу ал-Құр'ана. Бізде міне Құран маф'улун бихи болды. Ат-туфах деп тұр. Мысалға акала ат-тифлу ат-туфаха. Осы жерде міне маф'улун бихи болды. Ад-дарс тұр. Мысалға фахима Мухаммадун ад-дарса. Ал-қахуа тұр. Шариба Мухаммадун ал-қахуата. Ал-баб, мысалға фатаха ал-мударрису ал-баба. Al-Qamis, مثلا غسلت جودية آمنة القميصة. осылай. Жетіншісінде тәммәл мисалалин атия дейді. Екі мысалы ойлан деген. Яғни біз мана бұны түсіндірдік. Ат-туллабу захабу илал мал'аб, немесе захабат туллабу илал мал'аб деп айтсақ болады. Сегізінші тапсырмада қаддим ал-фи'л фил жумал атия кама хуа муддих фил мисал. Бұл жерде етістікті бірінші алдына шығар деген мысалда келтірілгендей. Мысалы, ал-ауладу шарибу ал-қахуата, енді етістікті алдына шығарасыз. Шарибу ал-ауладу деп айтылмайды, себебі бізде фаил деген нәрсе біреу ғана болады, және ол етістіктен кейін келеді. Шариба ал-ауладу ал-қахуата. Мысалы, екіншісі ан-насу самиу ал-азан деп тұр. Самиу ан-насу деп айтпаймыз, бауырлар. Не деп айтамыз? Самиа ан-насу ал-азана. Осылай айтасыздар. Ат-туллабу катабу ал-аджуибата деп тұр. Катаба ат-туллабу ал-аджуибата. Осылай до конца жазасыздар.
тоғызыншы тапсырма тәмәл әл-амсилатал атия, келесі мысалдарды ойлан деген. Харажат туллабу ва захабу. Бұл жерде бұл фиил, мынау туллаб фаилі, ва захабу және олар кетті дейді. Мына жерде әл-вау туллабқа қайтады және ол захаба деген фиилдің фаилі болады. Қалған мысалдары дәл осындай. وذن كون جملا مثل هذه مستعملا الفعلين الواردين في كل تمرين مستعينا بالكلمات التي بين القوسين дейді. Мына жерде дахала және жаласа берілген ат-туллаб аль-фасл деп тұр. Енді осыны екеуін құрастыру керек. Мысалы қандай? Мысалы мана үстіндегідей, не дейміз? Дахала ат-туллабу аль-фасла, студенттер классқа кірді, уа не жаласан жазамыз енді. Уа жаласа демейміз, не дейміз? Уа жаласу, және олар отырды. Түсінікті ма? Қалғандарында дәл осылай жазамыз. 10-шы тапсырмада кауин жумалан мустамилан аль-калиматил атия, мына жерде глаголдар берілген етістіктер, осыларға өзіңіз сөйлем құрастырасыз. 11-де тәммәл маяли, келесі мысалдарды ойлан деген. Мысалы, мән фатахал баба деген кезде, осы сұрақ қойған кезде, ана фатахтул баба деп айтып керек емес, ана фатахтуху дейсіз. Бізде фатахту, мына жерде ту деген нәрсе бұл ана қайтады, но алха неге қайтады? Бабқа қайтады. Себебі баб бізде мана айтқандай ол хуа. Сол сияқты мына жерде мән фатаха ан-навафиза, терезені кім ашты деген кезде, ана фатахтуха деп айтасыздар. Ана фатахту навафиза деп айтып қажет емес. Себебі мына жерде навафиз деген бізде хия болады. Хия ол біздер дамирлерді өткен кезде ол егер бір сөйлемге, бір сөзге қосатын болса, ол алха болады. Ана фатахтуха болады. Түсінікті? Соңғысы жаңа сөздер. Айнаб бұл жүзім, мауз бұл банан, аттин бұл тин, фаджр бұл таң фаджр намазы, жауап бұл жауап, көпше түрі аджуиба, джим деген жамақ деген, суал асила сұрақтар, ал-баққал бұл сатушы. Сатушы деген кезде бір шикізаттар сатушы, мысалы күріш, гречка соған ұқсаған. Ал-аса бұл таяқ, хайя бұл жылан, хайят жыландар, самиа естіді, фахима түсінді, шариба ішті. Аллаху а'ламу.